Жыл басынан бері әлеуметтік желіде онлайн казиноларды жарнамалаған 34 блогер күдікке ілінді. Олар заңды қанша бұзса да айыппұл төлеп құтылады. Сондықтан құзырлы орган өкілдері ақылы жарнамадан ақша тауып дәніккендерді қатаң жазалауды ұсынды. Ал Түркістан облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды. 20 адамға үкім кесілді. Олар дәрілік препаратты әзірлеу деген сылтаумен ұйымға қаржы тартқан. 279 жәбірленуші пирамидаға 400 миллионға жуық теңге құйған. Ұйымға басшылық еткендер 5 жылдан 7 жылға дейін сотталды. Ал 16 адамға 2 және 3 жыл бас бостандығын шектеу жазасы берілді. Прокурор барлық сотталушыларға бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындауды сұрады. 6 сотталушы бас бостандығынан айырмайтын жаза тағайындауды, қалған сотталушылар ақтау үкімін шығаруды сұрады. Сотталушылардың қылмыстық жауаптылығы мен жазасын жеңілдететін мән-жайларға, денсаулық және отбасылық жағдайларын, мінездемелерін, асырауларында кәмелетке толмаған балалардың болуын таныды. Ауырлататын мән-жайлар анықталмады.